Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Менің есімім Үміт Амангелді. Бүгін мәзірде ерекше дәмді әрі тойымды тамақ. Бұл тамақтың ерекшелігі оның қамырында. Маңызды тұстары өте көп болады. Сондықтан видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмай, соңына дейін қараңыздар. Егер ұнап жатса, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Ең алдымен ұнымызға бір ас қасық немесе жарты ас қасық күркумамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Және де мен мұнда укроп қосатын боламын. Ол тамаққа, қамырымызға ерекше әдемілік береді және дәмі де өте дәмді болып шығады. Укропымызды ұсақтап тураймыз, қатты жерлерін, сабақтарын кесіп алып тастаймыз. Ұнымызға қосып барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Және салқын суымызға бір шай қасық тұзымызды қосып, берілген рецепттегі суымызды шетінен қоса отырып, қамырға 2 жұмыртқа жарып, жақсылап отырып илеп аламыз, иін қандырып. Суымызды біртіндеп қосатын боламыз. Және де рецептте берілген мөлшердегіден сізде ұнны көп кетуі мүмкін, немесе одан аз болуы мүмкін. Оның себебі біздің жұмыртқамыздың көлемінде болады. Сондықтан суымызды біртіндеп қосамыз. Жақсылап отырып осылай қамырымызды илеп аламыз. Суымыз көп болып кетпеуін қадағалаймыз. Біздің нанымыз жұмсақта, қатты, өте қатты да болмауы қажет. 5 бармақтың қамырына ұқсас келеді. Осындай әдемі керемет қамыр шықты. Оны целлофанға салып 10-15 минутқа демалтып қоямыз. Және де кәдімгі 5 бармақ сияқты етімізді қазанға көбігін ала отырып пісіріп аламыз. Оған қажетті пияз, көкөністерімізді қосамыз, немесе базилик, әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. 10 минут тынған қамырымызды тағы да алып, жақсылап иін қандырып, илеп, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Беті осылай теп-тегіс жылтыр болып шығады. Енді 10 минут өткен соң қамырымызды домалақтап отырып, видеодағыдай жақсылап бір тегіс қылып сағат тілімен домалақтап жайып аламыз. Құрметті көрермен, арнам ұнап жатса, каналға жазылып қойыңыздар. Бұдан да басқа керемет оңай әрі дәмді рецепттер көп болатын болады. Онда салаттар, торттар, неше түрлі тағамдар, тіске басарлар болады. Сондықтан жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды баса отырыңыздар. Егер де оқтауыңызға қамыр симай қалса, онда осылай қайырып отырып, жақсылап күш салмай, жақсылап отырып жайып аламыз. Қамырымыз жайған кезде 5 бармақтыкінен сәл қалыңдау болады. Кеспе қылып кесу үшін 5 бармақтыкін бұдан жұқалау етіп жаямыз ғой, ал бұны одан қалыңдау болып жаямыз. Осылай бөліктерге бөліп, үлкен кусоктарға кесіп аламыз. Ол бізді пісіруімізге ыңғайлы болу үшін қатты ұсақтап кесудің қажеті жоқ. Осындай үлкендігі видеодағыдай болса болады. Осындай бір тегіс әдемі қамыр болып шығады. Оны жаңағы піскен етімізді сүзе отырып, осы қазанымызға жақсылап 1-2 минутқа пісіріп аламыз. Қамырымыз өте тез піседі және сап-сары болып, әдемі болып шығады. Отымыздың астын бұл сәтте баяулатпаймыз, көтереміз керісінше, себебі қамырлар езіліп кетуі мүмкін. Және 1-2 минутта тез пісіп шығады. Оны піскен қамырымызды сүзіп алып, астына су соратын сүлгі немесе хабы маталарды төсеп отырып, ыстық қолымыз күйіп қалмас үшін бір ыдысқа су құйып алып, жақсылап қамырларымызды осылай жайып аламыз. Ол бізді қамырымызды кептіру үшін қажет болады. 10-15 минуттай кептіріп аламыз.
Кептірілген қамырымыздың әр қабатына иісі дәмі жоқ таза сұйық майда алып, аз мөлшерден жағып, бірінің үстіне бірін қойып, тағы бір 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап майды сіңіру қажет. Бірінің үстіне бірі қойылған қамырды өз қалауыңызша турап аласыз. Оны ұсақ немесе менікінен үлкен де қылып турасаңыз болады. Осындай жұмыртқаға ұқсас өте әдемі болып шығады. Және де етімізді де ұсақтап отырып турап аламыз. Барлығын жақсылап қосып араластырамыз. Қамырымыз жабыспай төгіліп шашырап тұратын осындай дәмді керемет тағам болып шығады. Бұл тағамды осылай жейтіндер де бар, және де үстіне сәл сорпа қосып ішсе де болады. Өте дәмді, тойымды тағам. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер етіңіз сүрленген болса, онда тіпті керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен болған Үміт Амангелді. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.